Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. 4-ші сынып қазақ тілі 98-ші сабақ етістіктің жіктелуі деген тақырыпта өтеміз. Бүгін сіздер берілген жоспар мен тірек сөздер арқылы монолог құраймын. 71-ші жаттығу мәтінді тыңда деген. Бүгін қарт тұрна әдеттегісінен ерте оянды да ауыр қанаттарын сарт-сұрт ұрып дүр сілкінді. Қасына балалар мен немерелерін шақырды. Мен түнде түс көрдім, деді қарт тұрна. Туған жерге көктем келіпті. Көл толқын атып тулап жатыр. Айналасы бал құрақ. Көл тұнған күміс шабақ. Ох, шіркін, туған жерге не жетсін? Ой, ата-ай, қайда асығамыз? Күте тұрайық, күн әбден жылынсын. Мұнда қарнымыз тоқ, жуңғылейдің іші толған құмырсқа, көлде бақа толып жүр, деді ортаншы баласы. Қарт тұрна ашу шақырды. Жоқ, болмайды, туған жерде көктемді сағынып жатыр. Ал көктем құс қанатымен барады. Қазір жолға жиналыңдар, жақсылап азықтанып алыңдар. Күн шықпай көкке көтерілеміз. Тырналар жалма-жан азықтануға кірісті. Сүт пісірім уақыттан соң үшбұрыш жасай тізіліп туған жерді бетке алды. Көш алдында қарт тұрна, мүлгіген қалың орман тырналарының қиқуымен азан-қазан болды. Олар 3 күн 3 түн ұшты. 4-ші күні елге де жетті. Бірақ алыстан шаршап жеткен тырналар қатты өкінді. Тырналардың неліктен өкінгенін өзін болжап айт, жоспар бойынша монолог құрап айт. Жоспар: қарт тырнаның түсі, балаларының қарсылығы, қарт тырнаның шешімі, туған жерін келгендегі өкінудің себебін болжау, мәтіндегі етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айту керек балалар. Ал 72-ші жаттығуда тірек сөздерді қатыстырып мәтін құрап жаз деген. Мына жерде сіздерге сөздер берілген. Осыған мәтін құрап сіздерге жазуды ұсындым. Балалар демалу үшін өзен жағасына серуенге шықты. Ол жердің табиғаты өте тамаша. Балалар дастархан жайып ас ішті. Олар жақсы демалды. Балалар көңілді қайтты. Олар бос құтыларын полиэтилен пакеттерін өзен жағасына лақтырып тастап кетті. Олар өзен жағасын ластады. Балалардың бұл әрекеті дұрыс емес. Олар қоқысты қоқыс жәшігіне салулары керек еді, деп жазып сіздерге ұсындым. Ал 73-ші жаттығуда жұмбақты оқып шешуін тап деген екен. Көк жүзінде жылжып жай, керуен құрған тізіліп, ілгек шынжырдай, қалмайды олар үзіліп, дейді. Бүгінгі жұмбағымызда бұл жұмбағымыздың жауабы әрине бұлт болатын. Бүгінгі 74-ші жаттығымызда берген сөздердің жікті жалғаулы етістік екенін дәлелде. Ойлаймын, білесің, табамын, көреді, емдейміз деген сөздерден мен ойлаймын, табамын, біз емдейміз. Сен білесің, ол көреді деп сіздерге сызба түрінде көрсетіп отырмын. Дәл осылай жазып аласыздар. 75-ші жаттығуда өлеңнің қатесін түзеп жаз деген. Көкте қалқып қағады, қанаттарын барады. Туған жерін қия алмай, қайта-қайта қарады, деп жазылған екен. Бұны Тұрысбек Еділбаев жазған екен ақынымыз. Міне сіздерге қатесін түзеп жазып отырмын. Дәл осылай жазып алсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк баса кетіңіз.